Ассаламу алейкум қазақ елі, Қазақ Instruments атты мұражайына қош келдіңіздер. Бүгін бізде сазсырнай аспабын меңгерудің кіріспе сабағы болады. Сол сабақтың жоспарын айтып кетейін. Басында сіздерге шамалы сазсырнай аспап туралы мәлімет айтамын, одан кейін кіріспе сабақты бастаймыз. Сіздер білетіндей, қазақ халқы музыкалық аспапқа бай халық. Оның ішінде сазсырнай аспаптың орны бөлек. 1971 жылы Отырар қаласының орнында археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған аспап. Бұл аспапты зерттеп және дамытқан қазақ халқының аспаптанушы ғалымы, ұлттық музыка аспаптарын жинаушы Болат Шамғалиұлы Сарбаев. Сазсырнай аспабының пайдасы зор, себебі сазсырнай үрмелі аспаптарға жатады. Үрмелі аспаптар тыныс алу жүйесін күшейтеді, сондықтан жақсы әсер етеді және де координацияны дамытады. Елім ай әнін үйренердің алдында сізге бұл әнді орындап берейін. Ал енді сазсырнай аспабын үйренуге кірісейік. Мінекей сол жағында сандар шықты. 1-ден 6-ға дейін ол сандар негізі нота. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ол гамма деп аталады. Әр санның үстінде 4 нүктеден тұр. Қара нүктелер бар, ақ нүктелер бар. Ал енді бұл сандарды ойнап шығайық, мен сіздерге асықпай көрсетем. Бірінші санда 4 нүкте қара, 4-ін да жабамыз. Екінші санда сол қолдың екінші саусағын ашамыз, сурет бойынша, солай болып тұр. Үшінші санда сол қолдың екінші саусағын жабамыз да, оң қолдың екінші саусағын ашамыз. Бір мезетте болу керек оның бәрі осылай. Себебі ән ойнаған кезде, егер сол қолды жауып, одан кейін ашатын болсақ, ән дұрыс шықпайды. Сондықтан осындай жаттығу жасау керек. Енді 4-ші санда оң қолдың 3-ші саусағын жабамыз да, 1-ші саусағын ашамыз. 5-ші санда 2 ақ болып тұр. Демек 2 ашық ойық болады. Және 6-шы санда 3 ақ болады. Демек 3-ін ашамыз, 1-і қара жабық болады. Бұл әлі елім ай әні емес, тек қана гамма ойнап шықтық, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Енді елім ай деген ән шығу үшін мінекей сандар шықты. Бұл елім ай әнінің сандары. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 деп жазылып тұр. Демек, мінекей, жаңа жаттықтырғандай, бір демек 4-ін де жабамыз. Екінші санда сол қолдың екінші саусағын ашамыз. Үшінші санда оң қолдың екінші саусағын ашамыз. 4-те бұлай болады. Сосын ол жерде ары қарай 5, 6 деп кетпейміз, қайтып 3 дейміз, 2, 1 болады. Асықпай көрсетейін, мінекей. 1, бәрі жабық. 2, 3, 4, 3, 2, 1. Енді ойнап көрсетейін, бұлай шығады. Ары қарай. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ің астында сызық тұр. Демек 5 деген санын шамалы ұзақ ұстаймыз, басқа сандарға қарағанда. Енді ойнап көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5. Ұзақ созамыз. Енді ойнап көрсетейін. Ары қарай. 4, 5, 6, 5, 4, 3, 4. 4-ің астында сызық тұр, демек оны созамыз. Енді көрсетейін ойнап. 4, 5, 6, 5, 4, 3, 4. Енді ойнап көрсетейін. Енді келесі строчка. 1, 2, 3, 4, 5 деп тұр. 5-ің астына сызық, ұмытпаймыз. Ол жақсаймыз. 1, 2,
3, 4, 5. Ойнап көрсетейін. Енді келесі сандар шықты. 5, 4, 3, 1. Мінекей былай болады. 5, 4, 3, 1. Бәрін жабамыз. Ойнап көрсетейін. Сосын 3, 2, 1. Мінекей 3, 2, 1. Ал енді бүкіл санды қосып, сізге елімайды орындап берейін. Сабақтың басында айтылмай кетті. Сасырнайда ойнаған кезде қатты саусақты көтерудің қажет жоқ. Мен қатты көтерген себебім сіздерге көріну үшін. Және де қатты үрлеудің қажеті жоқ. Сасырнай аспабында өздеріңізді қинамаңыз. Орташа күшпен үрлесеңіз болады. Осымен кіріспе сабағымыз аяқталды. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Енді келесі сабақта Алла қаласа әндердің нотасын қаншалықты созу керек жайлы болады. Мысалы, Елімай әнде кейбір сандардың астына сызық болды ғой, соны қаншалықты созу керек туралы болады. Енді келесі ән үшін сіздер YouTube, Instagram каналдарына қосылыңыздар және комментарий, лайк басыңыздар. Соған қарай келесі әнді шығарамын.